Мына енді молодеспіз. Дидар екеуміз осы беташарымыз ғой. Ернар үйленіп жатыр. Дұрыс па? 88 жылға. Мен 89 үйлендім. Мен де үйленгенмін негізі. Бәріміз үйленгенбіз. Соған түріміз онша емес. Мына енді Ернар сен үйленіп жатсың. Енді араларыңызда әйелдерінен қорқпайтын еркектер бар ма? Әйелінен қорқпайтын еркек бар ма? Қол көтерсінші. Өлі бәрі қорқып. Ана жігіт ойланып тұр бүйтіп. Кім бар әйелінен қорқпайды? Көтерсеңші шара. Не қол көтер? Екі әйелінен қорқпайды екен молодец. Кім қорқады әйелдерінен? Ешкім қорқпай ма? Шаш өсіп кеткен, тырнақ өсіп кеткен, аяқ киім жыртық-жыртық, бет ауыз кір. Ана қарап тұрса, бомжыға қарап тұрып, жынданып тұр ғой, арақ ішесің ба депті бомжыға. Бомжы ішпеймін депті. Темекі шегесің ба десе, шекпеймін депті. Қыздарға барасың ба десе, бармаймын депті. Онда машинама отыр деп, бомж машинасы отырып айдап келе жатыр дейді. Десе, бомж таңғалып тұр ғой, аға қайға баратырмыз десе, әйеліме баратырмыз деп. Не үшін десе, әйеліме көрсетейін деп едім, арақ ішпейтін, темекі шекпейтін жігіттер түрі қандай болады екен деп кәдімгі. Рахмет қошеметтеріңізге. Сол себептен құлағыңызға алтын сырға, ал енді махаббат көзбен бір қараңыз өзіңіздің әйеліңізге. Қараңыз. Мынау не үшін күліп тұр? Чудан ба мынау? Не үшін күле береді? Жаңа қарасаңызшы махаббат көзбен. Жоқ, Ернар шынымен қараңызшы. Қыпшақтар қарамай ма? Не істейді енді? Онда құлақпен қара. Бір рет қарасын енді. Қарасыншы! Апа бір рет қарасыншы. Қарама вообще. Сіз бір қараңызшы махаббат көзбен. Өлі не болды? Бір қарашы жаным әші қарашы. Форчиканы қарап тұрғанда дейді ма? Да енді қараңыздаршы. Бір тойда екі жігіт отырып қапты. Ернар сияқты бір қазақ жігітпен бір орыс жігіт отырып қапты. Сөйтсе орыс жігіт мақтанып жатыр дейді қазаққа. У меня братишки нет, у меня сестренки нет. Каждый день кушаю мармелад, шоколад. Я этому очень рад деп айтады дейді. Сөйтсе қазақ жынданып тұр енді. Одан ответ қайтару керек қазақпыз ғой. У меня братишки 5, у меня сестренки 5. Қайдан келсін шоколад, қайдан келсін мармелад. Биыл мамам тағы екі қабат деп айтады дейді. Сол енді әрқашанда бала-шағалар көп болсын. Дұшпандары жоқ, көңілдері тоқ. 2030 жылы Қыпшақтың халқының елі Қытайлықтан көп болсын деп жабалап ұрып қойыңыздаршы. Құрметті қонақтар, егер де бізді тойға жалдайтын болсаңыздар, Құдай қаласа той болады. Шілдехана бесік той. Қазақтардың бір жаман қасиеті бар, арзан тамадасы дейді. Арзан болса болды деп, аңсар құлағың алтын сырға, арзан тамадасы дейді бәрі. Арзанның сорпасы татымайды. Егер де мені Дидар екеумізді $1000 жалдайтын болсаңыздар, біз бишімен келеміз. Күйшімен, әншімен, оператор, камера, үстіне $100 қосатын болсаңыздар, 4 түрлі салатымен келеміз, құрметті қонақтар. Оның үстіне тағы да $100 қосатын болсаңыздар, ресторан жауып, полын жуып, сыпырып кетеміз, құрметті қонақтар. Үстіне $300 қосатын болсаңыздар, бір апта үйлеріңізде келін боламыз. Бәрін істейміз десек. Бала-шағаны асырау керек. Бүгінгі кештеріңізді жүргізген Дидар ұлдарыңызға бір шабала құрып қойыңыздар, қасырақ кәмен. Өте керемет асабалардың бірі, Жаңабай. Қан Жаңабай бар ма жан? Мен Жаңабайға күйеу болам. Қайын жұртын чек көрем, десең, ойнамайдан жақсы көрем қайын жұртынды. Мұна менің қайын ағам өлтіремай жүрмін десең. Ойнамай. Не ғой, Жаңабай жақсы көрем, менің қайын жұртым, мамам, папам бәрі Жаңабайды, жаңа енем қайын. Банкіні біз алмаймыз. Банкіні енесіне тапсырады. Или Ерғали кімге тапсырамыз? Өлі банкім ләқта қойды ме? Ана қорғады ғой енді жаңа, қол көтерген жоқ. Ерғалидің өз асын, Қыпшақ асын, Қыпшақ. Қыпшақ асын. Кел Ерғали. Ерғалидің достары, ой шетін болдық деп тұр. Жамала ұрып қойыңыздар, құтты болсын аға. Аға, құтты болсын аға. Не ғой аға? Не істеп тұрсыз? Болып барып беріңіздер. Ал ордаға шығып беріңіздер, құрметті қонақтар. Беташар құтты болсын.